мен танитын бір 5 ағайынды жігіт бар. 5 ағайынды жігіт. Бір 10 жылдай болып қалды ау деймін. Мынандай үрдіс жасады да. Аптаның 5 күні, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма. Аптаның 5 күні әбетті бір-біріміздің үйімізден ішеміз. Дүйсенбі үлкеннің үйінен, одан кейін кезек-кезеңімен, ал суббота воскресенье әркім өз бала-шағасымен қыдырама, қонаққа барама қарайды. Жоқ, жай күндері де кешке бос. Бірақ міндетті түрде әбетті бесеуміздің жиналып көзіміз бір-біріміздің үйімізден ішеміз. Біз күн сайын көріп тұруымыз керек бір-бірімізді. Қалайсың? Не болған? Ұйқың қанбай қалып, шаршағасың ба? Не вопрос? Қалайсың? Аға әнені, әні ағаны. Мүмкін інісі келінмен ұрысып келіп отқан шығар. Мүмкін ағасы бір жұмыста жолы болмай, әнелерінің бір поддержкасы керек болып тұрған шығар. Енді мен соны таң қалам. Міне 10 жыл болып кетті. Сол 5 ағайынның көші өрге кетпесе, бір тасы төмен кеткен жоқ. Неге? Кім туыс туғаныменен жақсы қарым-қатынаста болса, Алла ол адамды байытады, амандықта қылады, өмірін берекелі қылады деген Алланың уәдесі бар да. Формасын таппаймыз, біз ізденбейміз көбінде. Біз ізденбейміз. Жаңағылар ізденді, аптаның 5 күнінде 5 ағайын бір-бірінің үйінен әбет уақытысында бүтті әйелдері біледі. Сәрсенбі әбет біздің үйде екенін бұның әйелі біледі. Первый, второйын дайындап күтіп отырады, бауырларының тіптен бір-бір трико, футболкасы сол үйде тұрады, жұмыстан кеп, жаңағы емін-еркін неғылатындай да. Сөйтіп, қараңызшы, ынтымақ, бесеуі, ал қазір бір қарынға сыйған бауырлар кең дүниеге сыймай жүр ғой жігіттер. Кеше солар шешесінің кішкентай қарнында жатқан кезде сыйған еді, ал мына аспан мен жердің арасында кең дүниеге сыйсамай жүрді. Ал сол 5 бауырдың тірлігін мен көрем, 5-еуінің де тірлігі алға кетіп баратыр да. Неге? Алла уәдесін орындап жатыр. Ағайын туыстар ынтымақ бірлікте болса, 3 нәрсе деді. Ұзақ өмір сүреді деді. Бай болады деді. Және берекелі болады деді. Біз кейде ойлаймыз, компаньонымыздан көреміз, өзімізден көреміз, анадан көреміз. Мүмкін сенің жолың болмай жатқаны мына жақтағы ағайын туысқанының бір ренішінен болған шығар.